Былтыр шаһарда 169 өрт оқиғасы орын алған екен. Ал биыл небәрі 9 айдың ішінде 163 тілсіз жау тіркелген. Көбеюінің басты себебіне алдын алу шаралары қандай? Тілші тарқатсын. Өрт еш нәрсеге қарамайды. Тілсіз жау салдарынан 4 адам зардап шегіп, 2 адам қаза тапқан. Төтенше жағдай қызметкерлері жанды жалмаған жалынның соңы қайғылы жағдайға жиі ұласатынын еске салды. Бүгінгі таңда Тараз қаласы аумағында 163 өрт оқиғасы тіркелген. Өрт салдарынан 60 миллионнан астам шығын келген. 2 адам қаза болып, 4 адам жарақат алған. Бұл себептердің алдын алу мақсатында Тараз қаласы аумағында апта сайын сенбілік мереке демалыс күндері алдын алу рейдтік шаралар жүргізілуде. Қазіргі уақытта Тараз қаласы төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері аймақта орналасқан 30 жатақхананы аралап, тұрғындармен газ, электр аспабының ақаулары туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Үнемі жаққан сайын газды жатар кезде де көріміз ашып қалмасын деп ешқандай не болмайды. Сол бұндай жағдайды отбасымыздың бәріне ескертемін. Осыған байланысты тұрмыстық өрт, улы газдан улану және адамдардың қаза болуына сеп болмас үшін сізден өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауыңызды сұраймыз. Ол үшін жатақхана бөлмелерінде немесе дәлізінде темекі шекпеу, ашық от жақпау, тез тұтанатын немесе жарылыс қаупі бар сұйықтықтар мен материалдарды оттан сақтау, электр желісінің шамадан тыс жүктелуін болдырмау үшін бір мезгілде бірнеше электр аспаптарын қоспау, эвакуациялау жолдарын жиһазбен және басқа да заттармен жаппауды сұранамыз. Өрт немесе түтін пайда болған жағдайда нақты мекенжайды көрсете отырып, дереу 101 және 112 телефондары арқылы хабарлау керек. Өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау сіздің өміріңізді, денсаулығыңызды және мүлкіңізді сақтайды. Назерке Аяз Аңсар Тілепберген, Мейірбек Сауранбай, Аймақ.